Барлықтарыңызға сәлем достар. Бұл 15-ші сабақтың үй жұмысының жауаптары. Мұқият қарап, видеоны паузаға басып, тексеріп алыңыздар үй жұмысын. Бірінші тапсырмада бізде етістіктерге ing жалғамыз керек болды. Мына 3 группаға бөлу керек. Сонымен жай ing жалғанады, ешқандай өзгеріссіз. Ол play, study, work. Playing, studying, working. Ал соңында i-ға аяқталып, ол i түсіп қалатын бізде make, use, write. Making, using, writing. Ал ең соңындағы даусыз екі еселенетін олар sitting, sit, swim, get. Sitting, swimming, getting. Тексеріп алыңыздар. B тапсырмасында бізде present continuous жағына қойып жазып шығуымыз керек болды. Етістіктерді. Яғни мынау A тапсырмасындағы етістіктерді мына B тапсырмасында қоюымыз керек болды. Сонымен бізде they are swimming, I am getting, students are sitting, Peter is driving, Lisa is studying, is he working, they are watching TV, Louis is making, is Maria writing, are you playing? Жауаптар осылай болады екен, тексеріп алыңыздар. Одан кейінгі бізде тапсырма сөздік қорға байланысты болды, vocabulary. Бұл жерде етістікті фразаларды жазуымыз керек болды. Сонымен екіншісінде stay and attend, take a bus, eat a meal, carry bags, wear a hat, meet new people, pay the bill. Тексеріп алыңыздар. Содан кейін бізде listening тапсырмасы болды. Бұл жерде варианттардың дұрысын таңдау керек болды. Содан біріншісінде B, екіншісінде A, B, B. Дұрыс жауаптар осылай болады екен. Қарап тексеріп алыңыздар. Енді бізде осы сабаққа байланысты мына сөздердің бәрін жазып жаттап алды деген үміттемін. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.